Сол үшін де міне реклама жасап жатырмын ғой. Реклама жасағанда сол біреуге пайдам тисінші деймін ғой. Өйткені қаншама дәріге адамдар ақшасын сарп еткізіп жатыр. Анау платный психиатрларға барып ше. Платный психиатрға мен барып почти бүкіл үйімнің ақшасы кеткен. Ташкентке кеткен, одан қалғаны платный психиатрға кеткен. Осы бізде Шымкентте платный психиатр бар. Енді атын айтпай ақ қояйыншы. Ақша, сол платный психиатрда жүрген анау психбольницада учетқа қояды ғой. Учетқа алып қоймау үшін көп қыздар платный психиатрға барып ақшаларын сарп еткізіп жатыр. Мен басында мен де соған барғам. Жария болмайыншы, психбольницада жатты деген атағым шығып кетпесінші деп мен де баста сол платный психиатрға барғам. Қанша ақшамды сарп еткіздірген ғой, олжас. Мен ойлаған ғой жазылып кетемін деп. Сол үшін ақшамды аямай, үй бітеді, баспана бітеді басыма. Тегін аурудан құтылайыншы деген, жазылып кетсем болды, үйді қайтадан алып аламын деген. Сөйтіп, кейін ақшам бәрі таусылғаннан кейін психбольницаға барып жатқам ғой. Сөйтсем сол платный психиатрдың берген уколдары, дәрілерін бәрі психбольницаға соны тегін беріп жатыр ғой. Солардың бәрін тегін беріп жатыр ғой. Сонда мен деп негізі платный психиатрға барып қаралғанда ол жерде беріп жатқан дәрілерінің сыртындағы коробкасын көрсетпейді ғой. Бәрін жырып тастайды. И саған система салып жатса, бутылканың сыртындағы названиясын көрсетпейді. Мен бір-екі рет сұрағанды айтпай қойған ғой. Не қыласың, не істейсің оны, ішін берсейші деп айтқан. Кейін мен бір күн жасырынып, заведующий кабинетінде жоқ екен да. Мен барып қалғанымда сөйтіп кабинетіне кіріп, мынандай коробкалардың сыртын көріп қалғам. Сол қалып кеткен ғой аттары. Соны психбольницада барғанда солардың бәрі. Оказывается, өзі сол жерде, сол кісі сол жерде психбольницада сондай заведующий болып істеген кісі екен. Өзіне частный клиника ашып алған, бизнес болды. Бизнес. Сол қыздар менің айтпақшы туған сіңлім осыны ішіп жатқаннан 7 ай болды. Ол туған сіңлім де түнде ұйықтай алмай қалған, күндіз ұйықтайды, неме ұйқында